2A sınıf top basarları Uranımız tilin жоғалтқан жұрттың өзі де жоғалады. 2A sınıf Ахмет Байтұрсыновтың анаға хат шығармасының сахна қойылымын тамашалаңыздар. Қарап келе қойшы, тыныштық болса болар еді. Тыныштық болар. Кім бұл? Біздер Ахмет Байтұрсынұлы кері. Апырай, тыныштық болса болар еді. Сен бе Ахмет Байтұрсынұлы деген? Я, мен. Сенің үстінен араз түсті. Бізбен бірге жер. Не шағым түсті? Көпсізді қой. Бізбен бірге жер. Жоқ, бармайды. Ахмет бармайды. Жоқ, қайтарыңдар. Жіберіңдер Ахметімді. Жібер, енді не істеймін? Не істеймін мен? Ашым тұрыңыз. Ахметім, Ахметім-ау. Қарағам, дұға көйім қамқор анам. Арнап хат жазайын деп алдым қолыма қалам. Сенің онда, менің мұнда аман сақтап, көруге жазға еді хақта қалам. Бара алмай өтірікші болып әбден, Семейдің түрмесінде отыр балам. Мауырлап күші өлтірген айыбы жоқ, үкімет өрзорыққа не бар шарам. Үмітті шайтан болсын деген сөз бар. Жаудар көп жанатқа да тарам-тарам. Оқ түйіп, оның ішінде ой түсіріп, бітпеген жүрегінде бар бір жарам. Алданып тамағыма оны ұмытсам, болғандай жегенімнің бәрі харам. Адамнан туып, адамшын етпей, ұялмай не бетіммен көрге барам. Көп айтпай, қысқасынан сездір етін, балаңның мінезі бар сөзге сараң. Кетер де суға құлап отқа түсіп, қайғы жеп менің үшін болма алаң. Кім бар? Бауырым, сізінде ана бар шығар. Мама, менің анама беріп берші. Апа. Ахмет ағамнан хат келді. Ой, тұрмай, не дейді? О, Құдайым, о, жасаған тәңірім, көптен біткен Ахмет ағамнан хат келді. Апа, оқыңызшы. Ардақты асыл анашым, бауырлайым, әйтеуір ол не еді деп, ақтада жүрегімен бар тілейтінім аман сау болулар. Жаным-ау, хатының есімнен, есім сезіліп тұр. Ахмет қолына қалам алып тағы да анасына хат жазды. Отырмын абақтының бөлмесінде, бұйрықсыз көзетеді өлмесіме. Есіктің құлпы мықты күзетші кеп, ажалдан басқа ешкім келмесіне. Қоршауы айналасы биік қорған, берік қып салған темір терезесіне.
Қалайша мұны көріп көңіл сенбес. Аттанып жау келсе де бермес не. Қаламда лахфул махфуз ұмытқан ба. Жазбапты бұл орынды көрмес ме. Қаңбақпен самағының тең бұл бір заман. Ауа жоқ жел айдаса ермес не. Қайпауға талай жорға талай тупар. Тағдырдың кез болып тұр кермесіне. Соғардан жаным тәнім ардақты емес. Орынсыз күзелейін мен несіне. Тілдеген бесі қылған қарызбын ақшашына. Жүрегін есі қылған жұмақтың бақшасына. Тербетті тал бесікте тербеліп қалды фәни. Бөледім жер бесікке анашым әлди. Ахмет Байтұрсынұлы қазақтың ақыны. Ол бұл шығармасында анасына деген сүйіспеншілігі мен құрметін білдірді. Ақын анасын қатты сағынғанын айтады. Анасына хат жазу арқылы өз сезімін жеткізеді. Бұл шығармада ананы сыйлау, үлкенді құрметтеу, алғыс айту сияқты жақсы қасиеттер көрсетіледі. Ақынның анасына махаббаты өте шынайы. Сондықтан бұл шығарма ата-ананы қадірлеуді үйретеді. Ахмет Байтұрсыновтың анаға хат шығармасының Ахмет рөлін сомдаған Есімбекұлы Әмір. Анасы рөлін сомдаған Сайдда Хамар. Әскер рөлін сомдаған Әлмұхат Әбмансұр. Қарындас рөлін сомдаған Сүлеймен Еркен. Айналып бақсаңдай болады емес пайда. Шығармаларынан сахнаға қойылым байқауында бірінші орын алған үшін екінші А сыныбы марапаты. Мұғалім ар жақтан дайындапты. Өздері шығып, нағыз прямо білімділіктерін, жігерліктерін, мұна өздерінің санасына құйғандықтарын көрсетті. Солай ма? Тамаша, өздері қимылдап, өздері айтып, ойнау деген әр нәрсеге прямо берілгендіктері. Тамаша балалар, өркендерің өссін.